2014 жыл соңғы жер учаскесі 2014-тен берілген, одан бері ватты ешқандай. 2014-тен бері қарай берілген. Түпқараған ауданы бойынша осы Қазақстан әуе кеңістігін пайдалану және авиациялық қызмет туралы заңына сәйкес Қазақстан авиациялық әкімшілігі акционерлік қоғамы осы Ақтау халықаралық әуежайының 4 шақырымдық қорғау аймағының тазалығын және ауыл шаруашылығы мақсатында жер телімдерін болдырмау, құрылыс нысандарын болдырмау мақсатында бізге инспекторлық нұсқама келіп түскен болатын. Сол инспекторлық нұсқамада бір пункт орындалған жоқ, қалған пункттар орындалып, ол бір пункт бойынша біз қосымша уақыт сұрағымыз. Өйткені жаңа айналасын тазалық мәселесі, сосын шаруашылықтарға құрылыстарды салмау мәселесі, бұл мәселе орындалып, ал сол жерде қазір қалыптасқан біз транспортный прокуратура, жер қатынастар басқармасы бар, аэропорттың өкілдерімен біз өткен жылы, осы жылы біз мониторинг жүргізген, біз соның айналасында. Сол мониторинг нәтижесі бойынша Түпқараған ауданына қарасты 27 құрылыс нысаны анықталды. 4 шақырымдық қорғау аймағы жақын орналасқан, оның ішінде ұшу-қону алаңына жақын орналасқан 4 шақырымдық қорғау аймағында бізде Сайын Шапағатов ауылы толықтай кіреді оған. Ол жерде жалпы 6-шы квартал ма? 6-шы квартал. Жоқ, Сайын Шапағатов қазіргі 6-шы кварталда бар, қазіргі ауылдың барлығы сол 4 шақырымдық қорғау аймағына қараймен қалып тұрады. Сонымен қатар жаңағы белгіленген заңда 15 шақырымдық қорғау аймағында ешқандай қоқыс полигондары, бізде рұқсат берілген қоқыс полигондары жоқ. Жаңағыдай стихийно жаңағы қолдан жасалған төгіп кеткен мусорлар бойынша олар уақытында тазаланып отыр. Жаңағы 27 құрылыс нысаны бойынша Қанат Жамбыловтың төрағалығымен біз шаруа қожалықтарымен осы жылдың басында кездескенбіз. Сайын Шапағатов ауылында хаттамалық тапсырмалар бердік келісімге. Олардың келісімі негізінде біз басқа қауіпсіз аймаққа көшіру туралы ұсыныс берілді. Қазір сол бойынша жұмыс жасап отырмыз, бірақ ол шаруалардың басқа осы Ақтау қаласынан тыс орналасқан Түпқараған ауданының басқа оңтүстік бөліктеріне көшу туралы ешқандай ұсыныс келіп түскен жоқ. Біз әлі бірақ осы шаруалармен қазіргі таңда жұмыстар жүргізіп жатыр, қауіпсіз аймаққа көшіру бойынша. Негізгі жер учаскелердің ең бастамасы 2004 жылы берілген, аэропорт маңында. Ең соңғысы осы 2014 жылы берілген. Ama zannama қанша шығарады? 2010 жылы заңы шығады, жаңағы үкіметтің қаулысы 2011 жылы 12 мамырда. Тағы бір мәселе, бұл жерде 4 шақырымдық, 15 шақырымдық жаңағы даже өзінің 50 метрлік санитарлық қорғау аймағы, бұл біздің ауылды белгіленбеген, ешқайда да. Жаңағы санитарный зонасы қорғау аймақтары дейтін